Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен сіздерге осындай жүзімнен сақина жасауды көрсететін боламын. Ал бұл видеоны бастамай тұрып мен видеома лайк басып қойыңдар, жазып кетіңіздер. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қоймас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Ал бізге керек нәрселер болса, бізге 30 см леска, сосын фиолетовый бисер жүзімнің түсі және жапырақтың түсі жасыл, және де сақинаның өзі ол өздеріңіздің қалаған түс болу керек. Міне, ал бастаймыз. Үш фиолетовый бисерді астынан түсіреміз. Сол жақтағы лескаға бір жасыл бисер саламыз, оң жақтағы лесканың соңын сол жасыл бисердің ішіне кіргіземіз. Крестик болып шығу керек, астынан түсіреміз. Екі лескаға да бір жасыл бисерден саламыз. Сол жақтағы лескаға бір жасыл бисер саламыз, оң жақтағы лесканың соңын сол жасыл бисердің ішіне кіргіземіз. Осындай болып шығады, астына түсіреміз. Екі лескаға да бір фиолетовый бисерден саламыз. Сол жақтағы лескаға бір фиолетовый бисер саламыз, оң жақтағы лесканың соңын сол фиолетовый бисердің ішіне кіргіземіз, тартамыз. Осындай болып шығады. Тағы да екі лескаға да бір фиолетовый бисерден саламыз. Сосын лескалардың соңын ең бірінші салған фиолетовый бисердің ішіне кіргіземіз. Мынаны жақтан кіргіземіз. Екінші лесканы да сол бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Сонда біздің көзіміздің жүзіміз шықты. Біздің лескаларымыз екі жаққа қарап тұр. Біз оларды жасылға апару керекпіз. Оң жақтағының үсті жағына саламыз, үсті жағына көтереміз де, үсті жағына көтереміз, сосын артық жағындағы жасыл бисердің ішіне кіргіземіз. Мынау лесканың соңын болса үстіндегі фиолетовый бисердің ішіне кіргіземіз, тартамыз. Оны да фиолетовый бисер салған соң қасында тұрған жасыл бисердің ішіне кіргіземіз. Міне біздің жүзіміз шықты. Енді біз екі лесканың соңына өзіміздің қалаған түспен бисерді саусағымыздың пішініне қарай жасаймыз. Міне екі жағында бисермен толтырдым. Екі лесканы қосу үшін мен сол жақтағы лескаға бір бисер саламыз, оң жақтағы лесканың соңын сол бисердің ішіне кіргіземіз. Сонда біздің сақинамыз өзі қосылып кетеді. Міне дайын. Өте күшті болып шықты. Енді біз бұны киіммен 3 рет байлаймыз. Қырқамыз. Соңын зажигалкамен жандырамыз кішкене. Міне, енді қолымызға киеміз. Бізде өте әдемі болып шықты. Қараңыздар. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Сіздерге менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қоймас үшін подписка жасап, колокольчик басып кетіңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.